Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін бізде бір бауырымыз Mercedes Vito автокөлігінің катушка зажиганиясын алып келген, тексеріп беруін өтініп, сол жөнінде қысқаша видео түсірмекпіз. Бәлкім керек болар. Арнаға жазылып қолдау көрсетуді ұмытпайық бауырлар. Бұл оталу катушкасы 6 цилиндрлі қозғалтқышта орнатылған. Осы катушканы мультиметрді пайдалану арқылы қалай тексеру керектігін көрсетеміз. Алдымен мультиметрді 200 омға қоямыз. Себебі катушкада екі орама болады, яғни екі обмотка. Бірінші обмотка, екінші обмотка, первичный, вторичный. Бірінші обмотканы тексеру үшін 200 омға қоямыз алдымен мультиметрді. Жалпы мультиметрді қалай пайдалану керектігі жөнінде видео түсіргенбіз, алдыңғы видеоларды қарасаңыздар болады. Мінекей 200 омға қойдық. Осымен жалпы бірінші орамада 0,5 ом болу керек. Заңдылығы солай. Бірінші ораманы мінекей былай тексереміз. Мінекей контакты, 4 контакты біреуі импульс, яғни масса біреуі. Екіншісі 2 мен 5-ке, үшіншісі 3 мен 4-ке, төртінші 1 мен 6-шы цилиндрге барады. Яғни 2 свечаға бірде импульс барады. Бірде тоқ барады 2 свечаға. Мінекей бірінші обмотканы. Жалпы ораманың әрқайсысын осылай бөлек-бөлек тексеріп шығамыз. Ең шеткі белгі жаңа масса дегенімізге бір жағын тигіземіз сымның. Сосын әрқайсы ораманың контактісіне тигізіп шығамыз. Мінекей біріншісі 0,9 ом. Екіншісі 0,9 ом. Үшіншісі солай болу керек. 0,9 ом. Сосын бауырлар, мына мультиметрдің сымын бір-біріне тигізіп тағы қарауымыз керек, себебі бұл сымда да кедергі болады. Бір-біріне тигізген кезде 0,4 ом. Яғни біз 0,9 омнан 0,4 омды алып тастаған кезде 0,5 ом шығады. Бұл қалыпты дегенді білдіреді. Бірінші обмотка 0,5-тің жобасында болу керек. Яғни біздің бірінші обмоткамыз жарамды. Ендігі мәселе екінші ораманы тексеру. Ол үшін міне 20К дегенге қойып аламыз. Бұл килооммен тексеріледі. Екінші орама 3 килоом мен 5 килоомның аралығында болу керек. Жалпы заңдылығында. Осы екеуін тексереміз бір-біріне. Бұл енді 2-ші цилиндр мен 5-ші цилиндр. Мінекей 3,52. Қалыпты деген сөз жарамды. Екіншісін тексереміз. Үште 47. Үште 48 бұл үшіншісі. Яғни 3 ораманың да 3 катушканың екінші орамасы қалыпты жарамды дегенді білдіреді бұл. Осылай бауырлар. Егер обмотка үзік болса, жасамайтын болса, бұл дым көрсетпей қалады, не болмаса шексіздік көрсетіп кетеді. Содан ақ белгілі болады, олай болатын болса ауыстыру керек болады. Бұл жерде тұтану катушкасы жарамды. Бауырлар, міне катушканың осындай да түрлері бар. Мұны тексерудің жолы енді қолымда болмағасын, осылай тек суретпен көрсеткім келді. Мінекей бұл катушканың бірінші обмоткасын, яғни бірінші орамасын осылай тексереміз. Екі жағында контактіге, яғни плюс-минусқа тигіземіз. Омға қойып, 200 омға қойдық, солмен тексереміз. Сол кезде бізде кедергі 0,4 ом мен 2 омның аралығында көрсету керек. Егер катушка жарамды болса.
Егер жарамсыз болса, ол ярдәм көрсетпейді, я шексіз көрсетіп кетеді. Мінекей бұл екінші обмотканы тексеру, вторичный обмотка. Яғни мультиметрдің бір сымын плюске тигіземіз, екіншісін төбесіндегі контактіге тигіземіз. Бұл жерде бізде 6 килоом мен 15 килоомның аралығында көрсету керек. Бұны енді 20 кге қойып аламыз, мана айтқандай. Бұл енді орыстың машиндерінде кездеседі. ВАЗдарда болатын, Ниваларда болатын осындай катушкалар. Одан кейін міне осындай да түрі бар катушканың. Бірінші обмотканы осылай ішінде 3 контакт тұрады, соның 2 шеткісіне тигізіп тексереміз. Әр көліктің әртүрлі маркасына қарай кедергілері әртүрлі болуы мүмкін. Оны енді интернеттен, мысалы таблица катушка зажигания деп осындай марка көлік деп жазсаңыз, сізге барлық көліктің шығарып береді. Екінші обмоткасын мына екеуін тексерген қосап тексереміз ғой. Бірінші обмоткасын өсіп контактісін 2 шетіндегімен тексергеннен кейін. Жалпы бауырлар, интернетте Google'ге жазсаңдар таблица катушка зажигания деп, таблица сопротивления катушка зажигания деп жазсаңыздар, сіздерге әртүрлі көліктің таблицаларын шығарып береді, яғни тізімдерін, қанша көрсету керектігін барлығын шығарып береді. Мысалы мінекей Hyundai Elantra делік. Бірінші обмотканы осылай тексереміз. Бұл да жаңа айтқандай 0,5 омға аралығында болу керек. 0,5 ом болу керек. Екінші обмотканы астында суреті көрсетілген. Үстіңгі 2 мен 3-ті, сосын 4-тен 1-ді тексереміз. Бұл енді килооммен тексерілетін, 20 к мен 13 килоом, плюс-минус 15% сол жобада көрсетеді. Бұл Elantra көлігінде. Және тағы осындай интернетте таблицалар бар. Первичный обмотканың сопротивлениесі қанша болады, вторичканың сопротивлениесі қанша болады, барлығын көрсетіп қояды. 1-2, плюс-минус 0,12. Әртүрлі қозғалтқышты әртүрлі болады, жалпы өзге айырмашылықтар болады. Бұны көліктің өзінің бірге келетін кітабында көрсетіледі, болмаса интернеттен іздеп тапсаңыз болады. Мынау вторичный обмотка килооммен өлшенеді бұл. Тағы бір көрсете кетейін, мысалы мынау ВАЗ автокөлігінікі. Яғни бірінші катушканың типтері тұр. Бірінші обмотка оммен, екінші обмотка килооммен. Қанша болу керектігі, яғни жасап тұрған катушканың кедергісі бірінші, екінші обмотканың қанша болу керек екен, осындай таблицамен көрсетілетін. Және міне осындай катушка болады. Бұл Toyota автокөлігінің, Toyota Camry автокөлігінің катушкасы. Бұл да енді коммутатор стройный ғой, бірге өзімен да. Сондықтан бұның ішін тексеру жолдары басқаша. Мен бұны толық түсіне қойған жоқпын. Жалпы алдағы уақытта салармын бұйырса. Енді көбіне бұны LM мен тексеріп, яғни ОВД диагностикалық құрылғымен тексереміз ғой. Сонымен анық барлығын шығарып береді. Сосын да көп мультиметрмен тексеруге қатты мән бермегенбіз. Жалпы LM жөнінде де, диагностикалық құрылғы жөнінде де, оны қалай пайдаланатыны жөнінде де видео салғанбыз, алдыңғы видеоларды қарасаңыздар болады. Тағы осы тұтану катушкасын тексеру үшін қолдан кішігірім бір жасаған болатынбыз, міне осындай. Бұл коленвал датчик. Коленвал датчиктің бір жағының басында штекерін қиып тастадық, басына светодиод жалғадық, төмен вольт светодиод. Осыны пайдалану арқылы бұл катушканың жұмыс жасап тұрғанын, жасамай тұрғанын анықтаймыз. Жалпы анықтауға болады солай. Яғни оталып тұрған көлікте катушканың үстіне осылай тигізсек, оталып тұрған көлікте. Егер катушка жұмыс жасап тұрған болса, индикатор жанып сөніп тұрады, мигайт етіп. Тұтану катушкасын тексерудің осындай да жолы бар. Бұл жөнінде де толық видео бар. Алдыңғы видеоларды қарасаңыздар болады, салған болатынбыз. Осылай бауырлар, бәлкім керек болар деген ойда салып жатырмыз. Каналымызға жазылып қолдау көрсетіп қояйық.
Алда тағы да жақсы видеолар шығады бұйырса. Жақсы күндерде жолыққанша аман саулықта болайық.